Assalamu alaikum, қайырлы таң баршаңызға. Аптаның күні сәттілікке толы болсын. Бүгін понедельник, Астанадан аман-есен келдік. Кішкене ұшағымыз 1 сағатта кешігіп ұшып келді. 12-де қонатын ұшақ 1-ден 15 кеткенде қонды. Үйге келгенше 2 болды. Жатам дегенше 3 болды. Таңертең 7:30-да тұрып кетіп, шаруаның бәрін үйлестіріп, жұмысқа келіп жатырмыз. Нүкаш, қалайсың? Ақбөкем, сен өткенде Алматыға келіп кетіпсің ғой, мен кейін оқып жауап берем ғой деп ұмытып кетіппін. Кездесе алмай қалдық. Балжан қызыңның туған күні құтты болсын. Балжан деген қызы бар. Құдай, тұрған. Ты себе там включил? Менің қызым. Внизу включи. Внизу? Вон. Ты сама включи. Боже, тез. Ты сама включи. Это не в моих обязанностях. Наклонись, включи, блин! С какой стати я должен наклоняться и включать? Скажи спасибо, сама я включи. тебя отдельно пишу, При чем тут отдельно? Это твоя работа тоже. Я тебя сейчас побью. При чем тут побить? Серьезно? Клянусь, побью. Эльмира, это Включи. моих обязанностей. Включи! Не включу, миссан шая пересмамага. Я тебе что, обязана, что ли? Вот офигел? то же самое, я что, тебе обязан, что ли? Ты же будешь писать. Ты же актерская, ты же будешь писать. Включай. İşte өзімді айтқан істеткім келді, істете алмаймын, қайыршы. Балжан қызым туған күні құтты болсын, короче. Нүкаш. Соның бәрін ертерек келіп дайындап қоятын адамсың ғой, білесің ғой менің жұмысқа келетінімді. Причем тут начиная? Әбден басыма шығып алғансың. Я это так не оставлю. Пусть это будет первый, последний раз. Включи, наклонись. Началось тут у меня. Пишем, Омар. Жағалау деп қоймай қойдың, ал, келдік. Енді не істейміз? Соншама жолды осыған бола жүріп келдік пе сонда? Мен сені мазақ қылып айттың екен десем, сөйтсем, сен кәдімгідей маған қырындап жүрген жоқсың ба? Так, у меня что написано, мен соны оқиым. Я тут не редактор. Қалай оқу керекпін? Сен кәдімгідей маған қырындап жүрген жоқсың ба? Кетті. Сен мазақ қылып айттың екен десем, сөйтсем. Сен кәдімгідей маған қырындап жүрген жоқсың ба? Жүрсің ғой. Сен мазақ қылып айттың екен десем, сөйтсем. Сен маған қырындап жүр екенсің ғой. Сен мен серуендеуге келдім дегенді естігенде адам еріксіз ойланып қалады екен, ренжіме. Не айтып тұрғаныңды түсінсем бермасын. Әмиян 5000 лира тұра ма? Мәссаған керек болса. Бірақ сен мұны әкеңнің ақшасына сатып алдың емес пе? Яғни, Бірақ сен мұны әкеңнің ақшасына сатып алдың емес пе? Яғни, біздің таза табысымыз болып саналмайды. Яғни, онда олай істей алмаймыз. Бұл айлакерлік қой. Еңбек етпей табылған табыс болады. Жоқ, стоп, еңбек етпей табылған табыс болады деген не сөз? Табылған табыс болады дейді. Бұл айлакерлік қой. Еңбек етпей табылған табыс болады. Все, дұрыс оқыппын мен. Интенционно правильно я прочитал. Соның бәрін дұрыстап түзететін сен режиссер қайда? Кетті қал. Ладно, все, успокойся, дальше пишем, не останавливаемся, не зацикливаемся. Учись, век живи, пока я жив. Кетті. Мен барда бірден алып қалсайшы менен. Кетті. Все, успокоилось, дальше пишем. Время мое не отнимай. Кетті. Жоқ, Лидия ұят емес пе, олай болмайды ғой. Қазір жоқ. Тәтесі, тоқтаңыз. Көмектесіп жіберейін. Қанеке?
Тәте, бұлай болмайды ғой. Сөмкелеріңізді үйіңізге дейін жеткізіп берейін бе? Жоға, тәте, ақшалайын деп тұрған жоқпын, бірақ бізге бір тапсырма беріп еді. Ақша табуымыз керек. 10 лира берсеңіз, тапсырмамызды орындаған болар едік. Жарай, тәте, келістік. Андағын маған беріңіз. Алыңыз, Лидия ханым, еңбек етіп алғашқы табысыңды тап. Қалай болар екен көрейік. Жүріңіз, тәте. Тәте, дорбаларыңыз зіл батпан ғой. Неге мұның бәрін жалғыз өзіңіз тасып жүрсіз? Сусен Ясмин, Махир ер адам. Жігіт, Орхан. Омар gelmiş. Yeniden. Sarp ya, все. Апай, біз қарт әженің дорбаларын үйіне дейін жеткізіп бердік. Ол кісі бізге 10 лира берді. Апай, мен таси берем, арланбайым. Сөйтіп әжеге де көмегіміз тиді. Сен мына үлбіреген қызға дорба көтеріп қойдың ба? Көтертіп. Сен мына үлбіреген қызға дорба көтертіп қойдың ба сонда? Ой, пырма, өзің не істедің, ақша таптың ба? Әуелі соны айтшы. Бірдеңе істедік қой. Үміт саттық, апай. Апай, мен сөйлесіп отырмыз ғой. Апай, орындықта бір бала отыр екен. Салысуға кетіп, еңсесі түсіп кетіпті. Балақай, не болды деп. Апай, орындықта бір бала отыр екен. Салысуға кетіп, еңсесі түсіп кетіпті. Балақай, не болды, тыныштық па деп сұрадым. Аға деді, сабағым нашар, бағаларым өте төмендеп кетті деп мұңайды. Сөйтіп ол балаға қолдау көрсетіп, үміт саттық. Бағаларым өте төмендеп кетті деп мұңайды. Үміт саттық. Так. Оғылжан, саған ұрлық жасатты ма? Саған ұрлық жасатты ма сонда? Hırsızlık yapmış. Сыныптың жартысын өлі алды, жағдайларың жақсы дейді. Апай, бізден сондай нәтижені ғана күткен ғой, қайтсын енді. Бауырлар, жаңа сезон жазып жатырмыз. Қарындасым қайда? Енді соны күтеміз бе? Иә. Қарындасым қайда? Енді соны күтеміз бе? Жинамасын. Мейлі, жинай берсін, бәрібір қалай болса да әдемі ғой. Бүгінен бастап жағдай солай болады. Түсінікті ме? Ал саған бір мысал келтірейін. Алло, Оги, қалың қалай? Біз киноға бара жатыр едік, байқамай 3 билет алып қойыппыз. Сен де жүрсеңші? Ағасы? Мәселен. Алло, Оги, біз тамақтанғалы жатыр едік, аңдамай 3 кісіге арнап дастархан жайып қойыппыз. Қарашы енді. Бос болсаң келе қалсаңшы. Қалай? Алло, Оги, мен дүкенге барып келейін деп едім. Лидияның қасында бола тұрасың ба? Бұдан былай тағы да осындай жағдай болса, бірден өзіме кеп айтасың. Жарай ма? Бізде жақсымыз, Лидияш. Мектептегі алғашқы күнің қалай өтті? Көңіл күйіңді түсіретін жағдай болмаған шығар деп ойлаймын. Қайдан білейін, бәлкім ғимараттың түсін ұнамайтын шығар. Ақ түс кейде адам жалықтырып жібереді. Ұнамаса айт, басқа түске боятайық. Иә? Солай ғой? Иә, Омар? Сонда мен бояйды екенмін ғой. Кейде адам жалықтырып. Ақ түсте деп тұрмын мен. Ақ түс кейде адам. Ақ түс кейде кеттік. Ақ түс кейде адам жалықтырып жібереді. Басқа түске боятайық. Сонда мен бояйды екенмін. Бекчурин, ассаламу алейкум, брат. Кеттің. Мен бояйды екенмін ғой.
Енді мен бояйын ба не? Жақсы нәрсе айтты ғой, Панда жақсы ғой негізі. Жоқ, нағашын танымаймыз, білмейміз. Неге барамыз? Жоқ. Ниеттеріңе рахмет. Меніңше ақылдасып бір шешімге келуіміз керек сияқты. Әулет, жиналайық. Жүр, Асия. Барамыз. Кеттік. Бауырым, ол кісіні білмейміз, танымаймыз. Танымайтын кісінің үйінде не шаруамыз бар? Өзіңнің есің дұрыс па? Бауырым, алғаш туылған кезде де бір-біріміз таныған жоқпыз ғой. Ал қазір жап-жақсы тіл табысамыз. Туыс болдық дегендей, солай ойлайық. Асия, айналып кетейін, шашыңды жинап берем. Не тілесең де орындай. Ал саған күнде массаж жасап берем. Барайық та? Иә? Жарайды, онда бір шешімге келдік. Жақсы, ал Қанеке. Барамыз. Келістік. Да, столько болтовни у них ше. Акиф. Білгенде қандай, қалай білмейін, яманым ау. Атақты аспаз дегендерді менен сұра. Мен атақты аспаздарды қызығып зерттеймін ғой. Әсіресе италиялықтарды. Мен деген бәрінің өмір тарихтарын білем. Бұлар қайда дүниеге келді, қайда білім алды дегенде анасының аты, әкесінің аты, өзінің аты жөні. Құдай-ау, мен өз әке шешемнің аттарын ұмытсам да, олардікін ұмытып, яман өзің не деп тұрсың, Құдай ақы. Бүкіл әлем түрік асханасына құмар. Мәселен, атап айтатын болсақ, дөнеріміз бар, кәуабымыз бар, әли нәзік бар, күшлеме, баклава, оның 4 түрі бар. Ал сол итальяндықтардың несі бар? Таңертең тұра сала пицца жейді. Кешке жатар алдында макарон жейді. Неменеге аузыңның суы құрып итальяндықтардың мақтайсың, досым? Уағалейкум сәлем, қарағым. О, тоба, не дейді? Ұлым, сен итальянша да білесің бе? Құдай, осы бала кендір жұмыртқасы секілді. Әр жолы әртүрлі өнерін көреміз. Ал, тағы нелер шығады екен? Қызың, яман екен. Яман, қызың да өте епті елгезек екен. Сен оқисың ба, нешінші сыныптасың? Ой, бұрмай, біздің мектепте оқисың ба? Яман, өзің неткен шапшаң адамсың. Ешкім ештеңе айтпай, қызыңды біздің мектепке орналастырыпсың ғой. Ресми тіркелген болсаңдар, шевальмен де таныстың деген сөз ғой. Солай ма? Үлгерген шығарсың. Сондай сүйкімді әрі жесір әйел. Неге олай дейсің? Не бақатым? Қараш, өзі қараторының келбетісі, сымбатты адам. Ал-шеваль деп бұл. Ал шеваль ақсара ел, екеуі үйленсе, сендер үйленсеңдер. Сөйтіп біз де құтылайық, мұна балалар да құтылсын, шын мен де керемет болар еді. Үйленіңдер. Şun ben de kelimet olarak. Yine. Hasitcan, қазір. Bir жаққа кетіп балады деп едің. Әй, бала, бер қара. Саған андағы жерден жақсы көрінеді ғой. Макаронның басқа бірдеңе бар деші, айналып кетейін. Макарон ғана емес, Акиф көкеді. Bir макарон пісірем деп, 1 сағаттан бері жырлап қоймады ғой әлгі. Бұлардың бәрі оқушы. Макаронды үйде де жейтін еді ғой. Не бақат, етмет дегенде ештеңе жоқ па? Ести берсін. Қайтейін, не бақат, сонша не құдіреті бар макарон екен? Онсыз да мына жерде ләйлек құсап қонақтап отырмыз. Бұл не енді? Кетеді жолай бір жерге соғып кәуіп жеп алайық. Әйтпесе мазам болмай тұр. Рас айтам. Аузыңның суы құрып мақтады. Енді онысы күйіп кетсе тағы сонша уақыт күтеміз ау. Аштан өлетін болдың ғой.
Ал барайық. Ой, бұрмай, балтырым сіресіп қапты ғой, тартылып қалды аяғымай. Қабая, мұнысы несі? Кешірерсің, кешірерсің, Асияш. Ал, қаға берем. Тоқта! Соңғы рет сұрайым, қалай болып тұрмын? Жіптік дейсің. Рас па? Шашыма жағып алғам, қалай болыпты? Әдемі ғой, Құдай ау, сыр келіп етімен ойымды меңзеп жеткізгелі тұрмын ғой. Ал күйеу балаңыз дайын міне келді дегендей. Қайнатам, әкешім, осы ғой мақсатым. Ал, қаға берем. Тоқта, ойыма ештеңе түспей тұр. Омар, онда тоқтай тұр. Мен артта тұрсам бекен? Иә, әсерлі көрініс болсын. Осылай тұрсам әсерлі бола ма? Бұлай тұрмай қош енді. Хош көрдік, кеш жарық. Лидияш, қалың қалай? Күте-күте көзін талмаған шығар деп ойлайым. Бірден айтайын ба, толтырып кел. Төрлет шық деп, Жақсы. Ал, ішке кірейік. Үйлерің өте әдемі екен. Келді. Жетеді. Өте қуаныштым, мырза. Акивка алып келе. Жетер, не болды сонша? Ой, бұрмай. Санақ қызметкер ұқсап, қош келдің, неге келдің дегенде ақ. Келе жатып жолай соғып ала келдік. Кел отыр, жүрек жалғап ал. Онысы несі? Қане? Полицей ме, тергеуші ме, кім өзі? Асия, бәрі жақсы ма, қызым? Омар бәрі ойдағыдай шығар, балам. Ойдақша. Ана Шеваль деген есуаз сендерге тиіскен қойды ма? Жалмауыз. Әзірше солай делік. Айтпақшы, макаронның түріне қарап тәбетім ашылып отыр, керемет. Қай жағынан алып қарасақ та ғажап көрініп тұр. Көрейін. Қызанақ тұзды ғой деймін, Жоқ, жалғыз қызанақтан жасалған жоқ, балам. Қызанақ қана болмайды ғой. Әуелі үйдің ішіне көз жүгіртсеңші. Қызанақтан ғана тұздық жасалу үшін еді. Мынадай үйде тұрып жалғыз қызанақтан тұздық жасай салады деп ойлайсың ба? Бұл тұздықтың жасалу тарихы бар. Айтып тауыса алмаймыз. Не ғой, Жындәлидің тұздығы. Жындәли демес. Әйтеуір бір аты бар. Аты кім еді әлгі? Ой, Құдай-ай. Көп жаса. Құдай-ау, сен айтпасаң өзімді айтқалы отыр едім. Альфонсоның қызыл тұздығы, махаббат тұздығы дейді екен. Мен ұнатқан сияқты. Қараш күлді. Құдай қолыңызға қуат берсін, Яман. Ағаттай әкешім десем бір түрлі сияқты. Мен айта берем ғой, қайтейін енді. Тұздық па? Тұздық деген өте керемет бопты, тамаша. Мақтауға тіл жетпей жатыр. Омар. Жақсы дейді. Жақсы. Мына екеуі.
Бірақ Асияның кейіп әндерден бағалары менікінен өте жоғары әрине. Мен де аздап мақтап қойсаңдаршы. Мырза, менің рухани жағынан деңгейім өте жоғары. Ол қалай болады екен, рухи жан? Сонымен өз-өзімді мақтағандай болмайын, онша жақтырмаймын. Десек те, мақтай бер. Қане, естейік, қалай мақтанар екенсің? Мақтанған сайын мақтана түс, батырым. Мінезім жұмсақ, әзіл қой адамын. Байқап отырғанымыздай, мәселен, бұл сөзімен Лидия да күлді. Сонымен қатар бос уақытында гольф ойнағанды, Омармен бірге биіктікке секіргенін ұнатам. Екеуміз демалыста Балыкесиреге барып көп секіреміз. Қалған қасиеттерімді мен кеткен соң Толға досым өзі айтып берер. Я, толықтырып. Солай ғой. Төбелесіп қайтесің енді. Жастар ғой, қаңдар тасып тұрады. Бұл туралы үйде сөйлесіп келдік. Уайымдамаңдар. Қалайша маған неге айтпадың? Онда жақсы бопты. Не болғанын түсінбедім сонда да, рахмет. Әрине, өздерің білесіңдер ғой. Бұлай болған, апам мен әкем мені асырап алғандықтан екеуміздің құжатымызды бірге жаздырып алыпты. Егіздеп жаздырған ғой. Бәрібір мен үлкенмін, ағасымын. Лидияш, сен айта бер, әңгімен қызып келе жатыр еді. Содан соң не болды? Жарайды, оны қойшы, айта бер. Болды, айта бер. Содан соң не болды, Лидияш? Ал қарындасымның қаһарманы менмін ғой, айтпақшы. Қайда барса да айтып қоймайды. Қазір осында болса тағы да айтатын еді. Әттең, кішкентай кезінде сенің бір костюмың болып еді ғой, әлгі Супермен костюм, есіңде ме? Сол ма? Жеңгем қорқып талып қалды. Есін жиған соң мұны Блин, ну зачем такие диалоги? Так, жеңгем, жеңгем қорқып талып қалды. Есін жиған соң мұны саябаққа дейін қуып барып ұрған. Андағы саусағыңды... Да. Бұлай ғой, негізі ұшатын ойын болған. Тез қона салатын едім. Жарайды, қойыңдаршы. Осы бір керемет сәттен естелік болсын, суретке түссек қайтеді. Мен бұлай отырайын. Сен кішкене әрі отыршы. Бұлай тұр. Бірақ бұлай дұрыс шықпаймыз ғой. Бұлай дұрыс болмайды. Тұра тұршы. Қане. Лидияштағы кішкене жақындаса жақсы болар еді. Тұр. Мен алыс тұрып қалған жоқпын ба? Сен есімен, болды осымен. Қанат оңай емес қой дауысы. Жоқ, оңай емес болғанда, я? Қазір оңай, өткені мен уже 19 жыл болды бұл салада. Бастапқыда çok kolay değil, ama şimdi bana çok kolay. Çünkü ben ne yaptığımı biliyorum. O da. Ama ilk defa gelen
Çalışmaya için çok. Görüntü öyle görünüyor yani. Kolay görünüyor. Sador Şevalmenimiz bir ayla Suzan taksist. Omar әлі отырман үйде. Әкең ау. 3 серия созайын деп тұрмын қонақтықта. Хауыздың суы ыстық екен. Иә, дегенмен енді үйреніп жүрмін. Иә. Әрине үйретем. Махер тартқан қалап отыр ғой, аздап шертсеңші. Асия не болды? Сендер бүгін ғана тартпап едіңдер? Әлде мынаның қабілет жоқ па? А? Сусан SMS. Алло? Мен үйде емеспін. Түсінбедім, сен қазір осындасың ба? Тоқта, неге жылап тұрсың? Сабыр ет. Ойымнан не шығарып алғанымды білмеймін. Алайда мен Лидияны ұнатпаймын. Онда ештеңе жоқ. Сусан, қаласам сенің көңіліңе қарамай айта салатынымды білесің ғой, иә? Алайда Лидияны ұнатпаймын. Ондай нәрсе жоқ. Бәрі аздай осы үшін қанша жерден келіпті ғой? Аздап. Сусан, сен мені сезімнен жұрдай тас жүрек деп санайсың ау деймін. Айылыстық болды, жүрек ауырмайды деп ойлайсың ба? Мен ақылымнан адасардай күйдем. Мен ақылымнан адасардай күйдем. Саған сонша ашулана тура сені неге бұлай өлердей сүйетімді түсінуге тырысудамын. Естің бе? Қазіргі таңда тек осыған бас қатырып жүрмін. Бірақ сен маған келіп Лидияны ұнатасың ба, пәленшені ұнатасың ба деп сұрақтың астына аласың. Мен ешкімді ұнатпаймын. Естің бе деп сөйтіп жазылып тұр. Естідің бе деп айтылмайды, бұл үндестік заңы. Ойы біткен жоқ әлі. Ойы біткен кезде естідің бе деп айтады. Ойы біткен жоқ, әлі жалғастырып жатыр. Причем тут послушай, естідің бе деп айтады. Бір тәт түсіп қалады үндестік заңында. Бұл как үтірдің орнына, потому что ойы әлі жалғасады, біткен жоқ деген сөз. Орфоэпия, орфографияның заңдылығын ұстанатын болсақ, оны қаяқтан білейін деп едің сен? Причем тут ужасно? Саған ұнамайды екен деп мені қайттан оқиын ба не? Может, заказ берерсің? Оқымайым, все, кеттік дальше, продолжаем. Все, не страдай. Әрине сүйем. Мен көп ойландым. Ағамның өліміне сенің ешқандай кінәң жоқ. Иә, мәшіне сенікі, алайда сенің ешбір кінәң жоқ. Бірақ маған айтпадың. Саған сол үшін ашулым. Енді тіпті жақсы болды ма? Бәрібір айырылыстық. Сонда да басқа қыз деп қояды. Мені сенен басқа қыздарды көзіне іледі деймісің? Бәрі аздай жылапсың. Бет орамалың бар ма? Бетіңді сүртейік. Қане. Омар Оғылжан кетті.
Уақытымызды алмай үйімізге кірейік. Соңғы бірдеңе. Лидияның әкесіне ұнап қалған сияқтын. Иә? Не дейсіңдер? Солай ма? Өзіңді мақтап жер көкке сыйғызбадың. Болды енді. Кетерде Яманжан, енді қашан кездесеміз, жиі араласып тұрайық деген не? Онымен танысқан енді ғана ғой. Ұят емес пе? Қарағыма, оның бәрі әдіс тәсілдер ғой, өзара жақындық құру еді. Қарағыма, оның бәрі әдіс тәсілдер ғой, өзара жақындық құру еді. Қарағыма, оның бәрі әдіс тәсілдер ғой, өзара жақындық құру. Айтпақшы, Лидия менен көзін алмады, байқадыңдар ма? Тамақ жеп отырғанда тек маған қараумен болды ғой. Тамақ жеп отырғанда тек бүкіт. Көзін алмады, байқадыңдар ма? Тамақ жеп отырғанда тек маған қарап отырды. Байқадыңдар ма? Рас па? Bir қызға ғашық болып қалдық па? Жоға, қайда ғашықтық? Онсыз да басымда бір бәлекет бар. Сол жетеді маған. Саған бірдеңе айтайын ба? Ол ең тәтті бәлекет. Дүниеде дәл сондай жағымды бәлекет жоқ. Сен одан айырылма. Татуласыңдар ма? Соған ұқсас бірдеңе болды. Мен сыртқа шығып кетіп едім ғой. Сол кезде Сусан келді. Сөйлестік. Біреулер интернетке салды ғой. Мені Лидиядан қызғанып қалыпты. Сосын жетіп келіпті. Келгені жақсы болыпты, келмесе жаман болар еді. Сендер онсыз да татуласады. Сендер онсыз да татуласар едіңдер. Сендер онсыз да татуласар едіңдер. Солай емес пе? Сіркесі су көтермей жүр. Берікке бола ма? Жарайды, біз кірейік. Шіркін толға болғанда ғой. Кір, ішке кір. Оның ақыл кеңесі керемет қой. Ой, Алла. Так. Сейчас.